Өмірге келу, балалық шақтың бал дәуренін өткеру, жастық шақта арманның биік асқарына ұмтылу, бәрі де өмірдің өзіндік қызығы десек те, кісінің өмірлік жарын табумен толыға түсетін отбасы бақытының орны бір бөлек. Ал отбасы деген не? Отбасы сыйластық пен жарастық орнаған үлгілі орта. Отбасы адамгершілік үстемдік құрған қоғамның азаматын тәрбиелейтін мемлекеттің негізгі буыны. Отбасы болашақ ұрпақтың бойында рухани құндылықтарды қалыптастыратын мектеп. Адамның бағы да, соры да отбасылық өмірімен тікелей байланысты. Ерлі-зайыптылардың араларындағы ұрыс-керіс өсіп келе жатқан ұл мен қыздың тәрбиесіне кері әсер ететіні белгілі. Өз жанұясынан жылу таппауы әйелді де, ерді де сансыратып қана қоймай, олардың қоғаммен де қарым-қатынасына салқын тигізеді. Ал отбасы мүшелерінің бір-біріне деген ілтипаты, кісілік қарым-қатынасы, ыстық сезімдері, өзара түсіністігі олардың өмірге деген көзқарастарының ортақтығы мен қызығушылығының бір жерден шығуынан бастау алады. Адам баласының бақытын отбасы татулығы мен берекесі құрайтынын, адамзат өмірі үшін отбасының ықпалы ең негізгі әсер етуші күш екенін дәлелдеп жатудың өзі артық болар. Ислам діні жастардың көңіл қосып, шаңырақ көтергенін қолдай отырып, сол отбасының бұзылмауына ерекше мән береді. Сондықтан жанұя құру мәселесіне жауаптылықпен қарауға шақырады. Қазіргі кезде жастардың бұл қадамға еш дайындықсыз баруы, көшеде немесе сауық кешінде кездесе салып, жақсы танысып та үлгермей үйленуге асығуы, отау құрғаннан кейін де үдеден шыға алмаулары орын толмас өкініштерге жол ашуда. Сондықтан уақыт оздырмай, мұндай келеңсіздіктердің алдын алып, отбасын құру мәселесінде жастарға дұрыс бағыт-бағдар беріп, жөн сілтейтін мазмұнды еңбектер керек-ақ. Қолдарыңыздағы кітапта отбасын құру деген ұғымның мәні түсіндіріліп, оған алдын ала ішкі дайындық керектігі сөз болады. Өмірлік жар таңдаудың аят хадистеріндегі бұлжымас өлшемдерін алдыңызға жайып салады. Ақ некенің маңызы, той өткізу, ер мен әйелдің міндеттері, отбасындағы түсіністік секілді ауқымды тақырыптардан бастап, жай кезде көп елене бермейтін мәселелер турасында да кеңінен әңгіме өрбиді. Ерлі-зайыптылардың өзара сыйластығы мен жарастығын арттыруға берілген кеңестер де назардан тыс қалмаған. Қорыта келгенде, мұсылман отбасының қандай құндылықтарға негізделетінін ашып көрсетуде және үйленгеннен кейінгі үй болудың қиындығын жеңіп, бақытын бірге бөлісуде бұл еңбектің берері мол деген үміттеміз. Дәстүрлі қазақ танымында жалғыздық бір құдайға ғана жарасқан деген ұғым бар. Жаратылыстың бәрі де жұп-жұбымен жаратылған. Адам да бұдан тысқары емес. Ер мен әйел бір-біріне мұқтаж етіп жаратылғандықтан, үйлену Адам ата мен Хауа анамыздан бері келе жатқан табиғи құбылыс. Бойдақ кезде үйдің де, түздің де барысын жалғыз арқалап жүретін жастар үйленгеннен кейін жұмыстарын өзара бөлісіп, бір-бірінен тірек болады. Шаңырақтың жауапкершілігін сезініп, жинақылық пен жүйелікке үйренеді. Үйленген жұптың әрқайсының бойында жаңа қабілеттер ашылып, іскерлігі артады. Бір-бірінің кемшіліктерін толтырады. Екі жарты бір бүтін болып өмірдің жаңа бір белесіне аяқ басады. Жастардың үйленуімен әке-шешелер де бір-бірімен танысып, құда жекжат болады. Күйеу 100 жылдық, құда 1000 жылдық деп жақыннан сыйласады. Келін түскен жерінің қызындай, күйеу бала қайын жұртына ұлдай болады. Өз әке-шешесінің қатарына ата мен ене қосылып, жанашырларының саны көбейе түседі. Туысқандары арқылы адамның өрісі кеңейіп, қолы ұзарады. Жақын адамдардың көбеюімен жүктері сәлде болса жеңілдейді. Бас екеу болмай, мал екеу болмайды деп жатамыз. Өйткені шаңырақ құрғаннан кейін адамның еңбекке деген құлшынысы артады. Дүниесін үнемдеуі, есептеп, орын-орнымен жұмсауды үйренеді. Ал үнемшіл үйге береке жауады. Құранда былай делінген екен: егер олар кедей болса, Алла оларды шексіз шарапатымен байытады.
Шаңырақ құру жастарды байсалдылыққа, сабырлы, төзімді болуға тәрбиелейді. Ұшқалақтық пен жеңілтектіктен арылтып, ақылды толыстырады. Үйлену арқылы адам баласы өзін түрлі күнәлардан қорғайды. Бұл турасында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: «Уа жастар, араларыңдағы үйленуге шамасы жететіндерің үйленсін. Себебі көз зинасынан да, іс-әрекетпен жасалатын зинадан да ең күшті сақтану жол бұл үйлену. Бұған шамасы жетпегендер ораза ұстасын. Себебі ораза ол үшін қорған», деп кеңес берген. Өмірдің бір қызығы бала деген қамшының сабындай қысқа. Мына жалғанда жаманды жақсылы күндерді өзіңмен бірге бөлісетін өмірлік жолдас табуды бір бақыт десек, арада ортақ сәбидің дүниеге келуі Алла тағаланың екінші бір сыйы. Оның үстіне дүниеге әкелген перзенттері есейе келе қолғанаттарына айналып, қартайған әке мен шешені кезінде өздерін өсіргендей мәпелей ме? Бұл үшін әрине баланы сәби күнінен жақсылап тәрбиелемек керек. Дұрыс тәлім алған перзент әке-шешенің мақтанышы, сүйеніші. Ата-ана балаларына жақсы тәрбие беруде Алла алдында да, қоғам алдында да жауапты. Баланың тәрбиесіне жіті қарап, оны мұсылмандық қасиеттерге баулу, діни сауатын ашу, Алла тағаланың алдындағы міндетін үйрету, жат қылықтар мен әдепсіздіктен сақтандыру барысында ерлі-зайыптылар еріксіз өздерінде тәрбиелейді. Себебі баланың алғашқы ұстазы әке мен ана. Баласын жақсылыққа шақырғанда, ата-ана сол жақсылықты алдымен өздері жасап, жамандықтан тыйғанда алдымен сол жамандықтан өздері тыйылып үлгі көрсетуі тиіс. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осы туралы бір хадисінде былай деген: «Бәрің де жауаптысыңдар және жауапкершіліктеріңдегі нәрселерден сұраласыңдар. Патша өз қол астындағылар үшін жауапты және солар үшін сұралады. Отағасы жанұясына жауапты, солар үшін сұралады. Әйел күйеуінің шаңырағына жауапты, сол үшін сұралады. Қызметші қожайынның мал мүлкіне жауапты, сол үшін сұралады. Бәрің де жауапкерсіңдер. Бәрің де жауапкершіліктеріңдегі нәрселерден сұраласыңдар». Еш кедергі жоқ бола тұра үйленбеу адам табиғатына, Алла тағаланың жаратылыс заңына қайшы. Себебі Алла тағала адам баласын ер мен әйел етіп жаратқан. Ер кісінің де, әйел затының да өзіне тән ерекшеліктері бар. Сондай-ақ ер кісі әйелге, әйел адам ер кісіге мұқтаж. Бұл табиғи қажеттілік. Аятта айтылғандай, әйелдер, сендерді бүркейтін, күнәдан тыятын, шаттыққа бөлейтін және көрікті қылатын киім секілді, сендер де олар үшін дәл сондай киім секілдісіңдер. Демек, әйелі күйеуінің, күйеуі әйелінің қажетіне жарап, бір-бірінің кемшіліктерін толықтырып, көзімен де, көңілімен де басқаны іздемейтіндей бір-біріне пана болса, қосағымен қосағы арғаны. Сондықтан да хадисте: «Үйлену менің сүннетім. Кім менің сүннетімнен бас тартса, менен емес, яғни үмметім емес. Үйленіңдер, өйткені басқа үмбеттердің алдында мен сендердің көптіктеріңмен мақтан тұтамын» делген. Сахаба Әннас радиаллаху анху бір оқиғаны былай деп еске алады. Бірде 3 кісі пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам пәк жұбайларынан Расулаллахтың саллаллаху алейхи уассалам үйде қалай құлшылық ететінін сұрады. Сөйтіп олар Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассалам құлшылығынан хабардар болған соң, пайғамбардың қасында біз кімбіз? Оның бұрынғы және болашақтағы күнәлары түгелдей кешірілген ғой десті. Содан олардың біреуі: «Мен бұдан былай түнімен көз шырымын алмастан намаз оқитын боламын» деді. Ал тағы біреуі: «Бұдан былай өмір бойы үзбей ораза ұстаймын» деді. Енді біреуі болса: «Мен бұдан былай әйел атаулыға жоламаймын, ешқашан үйленбеймін» деді. Мұны естіген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам оларға барып: «Сендер осылай да осылай депсіңдер. Алланың атымен ант етейін,
Мен Хақ тағаланы бәріңнен де қатты құрмет тұтамын, әрі одан бәріңнен де қатты қорқамын. Сөйте тұра, кей күндері ораза ұстап, кейде ұстамаймын. Түнде тұрып намаз оқимын, жатып тынығамын да. Сондай-ақ үйленіп, отау құрамын. Кімде-кім менің жолымнан бас тартса, менің жағымда, менің ерушілерімнен емес, деп үшеуіне қатаң ескерту жасады, деп ескертеді. Көріп отырғанымыздай, ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам әрбір мұсылманға үйленуді өсиет етеді. Сондықтан шамасы жеткен адамның үйленуі сүннет. Аллах тағаланың разылығымен мақсат тұтып үйленген жұптың отбасылық өмірі терең мәнге ие. Олардың әрбір іс-әрекеті құлшылық жасағандай сауапқа кенелтеді. Неке қиылған уақыттан бастап ер азаматқа отағасылық, жас келіннің мойнына әйелдік міндеттер жүктеледі. Егер олар осы міндеттерін кемшіліксіз атқаруға талпынса, онда осы әрекеттерінің өзі жаратушы иенің алдындағы құлшылығы болып табылады. Әрі ерлі зайыптылардың өмір қиыншылықтарына қарамастан балалы шағалы болуы, оларды мәпелеп өсіруі, дұрыс тәрбие беруі, нәпақасын әдал тауып асырауы, осы жолда тер төгуі Алла тағаланың алдында сауапқа кенетер іс екені хақ. Мұсылмандық құндылықтарды берік ұстанатын, дәстүрді құрмет тұтатын, өзара сыйластық пен түсіністікке, имандылық пен ізгілікке негізделген жанұя бақытты. Мұндай шаңырақ астында жасы үлкенге қай кезде де құрмет, жасы кішіге ізет танытылады. Келіні енесін анасындай сыйлап, енесі келінін өз қызындай көреді. Арақ ішу, ұрыс-керіс, ажырасу секілді келеңсіздіктер орын алмайды. Бала шағаның тәрбиесі жіті қадағаланып, дастархан басында салиқалы әңгімелер айтылады. Балалар жастайынан еңбекқорлыққа, отансүйгіштікке, сауап құмарлыққа тәрбиеленеді. Ұяттылық пен арылықты, намысшылдық пен азаматтықты бойға сіңіріп өседі. Алла тағала мен пайғамбарға деген ыстық махаббат сезілетін, дінді құрметтейтін отбасын үлкен тәрбие мектебі деуге болады. Жанұя жарастығын сақтау, жастарды осы тақырыптағы ислам құндылықтарымен таныстыру, шаңырақ көтерудің мәнін түсіндіру, ерлі зайыптылардың сыйластығының негіздерін ашып көрсету, ақ некенің қадірін ұқтыру, осы тұрғыда дұрыс бағыт-бағдар беру қазіргі күнгі ең өзекті мәселелердің бірі. Қазақ қоғамында бұл тақырыпта ірілі-ұсақты аударма еңбектер де жарық көрді. Атап айтқанда, жұбайлар шаттығы, отбасы бақытына апаратын 30 жол, мұсылман отбасының негіздері, ислам жанұясы, ханафи мазхабы бойынша неке, отбасы ғылым халы. Біз де осы еңбектердің қатарын толықтырып, оқырманның рухани кәдесіне жарасын деген мақсатпен осынау туындыны өздеріңізге табақтай тартып отырмыз. Барлық мақтауды 18 мың ғаламның иесі Алла тағалаға жаудырып, сансыз салауатты пайғамбарымыздың төресі Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламға арнаймыз.